сымбатты әрі сәнқой еді. Менің қолымдағы Сәкен Сейфуллиннің иіс суы сол сәнқойлық пен тектіліктің белгісі іспеттес. Ұлы тұлға саусақтарының ізі қалған құнды жәдігер сол заманнан сыр шерткендей. Қанша жыл өтсе де, иісі әлі кетпеген. Қазақ ұлтына тән жақсы қасиеттердің көбі сол бір ғана Сәкеннің бойынан табылған ғой. Ақындығын алыңыз, әншілігін алыңыз, сырбаздығын алыңыз, азаматтығын алыңыз. Байдың баласы болды, омбыда оқыды, омбыда білесіздер, Мағжандармен бірге оқыды. Әмина деген апамыз Сәкен Сейфуллиннің туған інісі, Мәжит Сейфуллиннің үйіндегі апамыз, Әмина апамыз сол көзі көрген кісі, Жамал енесін көзі көрген, менің атамды, Әбіш атамды көзі көрген кісі. Сол кісі ылғи айтып отыратын, Жамал енеміз керемет адам болған еді. Бүкіл ауылда сол кісі бүкіл терме, хиссаларды айтатын, айтысқа қатысатын, той, мына бестік тойы, шілдехана Жамал апасыз өтпеуші еді деп. Сондай баласына бесікте жатқан кезінен сондай қазақтың ұлттық құндылықтарын, өнерлерін бәрін айтып отырған анадан естіп өскен Сәкен міне сол анасының тәрбиесінің ықпалының арқасында осындай керемет 8 қырлы бір сырлы енді Сәкен осындай ақын, жазушы, қазір сымбаттылықтың, серіліктің символы дейміз. Сәкен батаға қосылған, әнге қосылған, Сәкеннің сәнін берсін, күләштің әнін берсін, тойымыз тойға ұласын, салған әніміз қырасın деп айтылып жатады ғой қазіргі 21 ғасырдың өзінде. Анасының туған інісі Әбіш деген ата, Сәкеннің ағашы ағасы. Сол кісінің мен немересі болып келемін. Менің фамилиям Әбіш. Сол Әбіш атамыз өте өнерпаз, кереметті әнші болған екен. Сол жігіттің жақсы болмаған ағашыдан үйдің мықтылығы ағашынан деп қазақта айтылады ғой. Нағашы туысы, жанашыр туысы, жаманшылығына күйінеді, жақсылығына сүйінеді деп отырады. Міне сондай жанашыр туысы Әбіш атама тартып туылғаны, соны мақтаныш көрген екен Сәкен. Анасылығы мен Әбішім, мен аумайсың сен деп. Сол Сәкеннің өзі мұртын шиырып, Әбіш атасына, Әбіш ағасына тартқанына өзі мақтаныш көрген екен. Сәкен Сейфуллиннің қоғамдық қызметке араласып тұлға болып қалыптасқан жері Ақмола жері. Осы жерге келіп, ең бірінші жас қазақ ұйымын ашады. Тіршілік газетін ұйымдастырады. Оның ең алғашқы редакторы Рақымжан Дүйсебаев болады, бірақ Сәкен Сейфуллин барлық ісін, барлық мақалаларды өзі жазып, өз атынан жаңағы лақап атпен Шамил атты жазып отырған. Біз қазір енді көбінесе Сәкенді көп кітаптарда шықты, кинода да шықты. Сәкенді ақын ретінде, жазушы ретінде көрсетеді мәселен. Ал мен сізге айтайын, Сәкеннің жаңағы үкімет басында жүргенде экономикаға, финансы, бюджет, банковский системаға жазған қанша мақалалар бар, зерттеулер. Мәселен, Сәкен экономист деп қандай еңбек жазуға болады. Сондықтан ол тек қана мақала жазған жоқ. Ең алғашқы кредит беру Сәкенмен қолға алады. Бюджетті бөлген Сәкен бөліп берген жаңағы әріне. Соған әр қаланың, ауданның бюджеттерін соға дейін белгілеп берген. Соның Сәкен қол қойған құжаттары бар. Авиацияны қарасаңыз, Сәкеннің қаулы бар, 2-3 қаулы бар қазақ авиациясына. Бұл авиацияға қазақта авиация жері көп. Бізде ең ұшатын авиация болу керек. Ұшақтар болу керек. Сол үшін жаңағы Мәскеуге барып, Мәскеуде авиационный ол кезде общество добролет деген болды. Содан самолет сатып алады бұларға, алып алады. Сол самолетте ең бірінші рейс Орынбор, Семей деген рейс ашады. Сол өзі ұшады соған. Әр салада ізін қалдырған. 22 жылы Орынборда жаңағы Америкадан келген кинорежиссер, Блейхман деген кинорежиссер болып, сол кісі келіп, ол кезде аштық кез, соны түсіреді, жаңа экономиканы түсіреді, қазақтың жаңа үкіметін түсіреді, шаруашылығын түсіреді. Сон кейін енді қайтайын десе ақшасы таусылып қапты. Сон барып үкіметтің басшысы Сәкен келіп ақша сұрайды. Сон Сәкен айтады, ақша береміз дейді. Бірақ сіздің аппаратыңыз, киноаппарат, бізге сатыңыз дейді жаңағы, біздің жаңа үкіметке. Сол аппаратты Сәкен сатып алады кәдімгідей. Соның ақшасын төлейді. Ең бірінші киноаппаратты Сәкен сатып алған. Соны енді бір жазбалар бар, кинода түсірген деген сондай бар алғашқыда. Сәкен киноға өте түрі келетін кісі, киноактер сияқты болған. Қазақтың балаларын Сәкен, Ресейдің мың жарым баласын
Ресейдің мықты оқу орындарына жіберген. Москва, Ленинград мәселені. И Варшава мен Японияға жіберген. Қазақтың балалары сол жаққа жіберген. Сол құжаттар сақталған. Сондықтан енді Сәкеннің арманы, сол арманын біз орындап жатырмыз. Алғашқыда да документ бойынша Орынборға съезге бара жатқанда сонда айтқан, Ақмола қазақтың орталығы болатын қаласы деп. Қазақияның орталығы. Міне орталық болып тұр ғой. Қазақияның. Ол кезде мәселен қиын жағдай болды. Мәселен мынау Ресей бізге өз атымызды қимай қазақ қырғыз деп қойды. Ол сол Иван Грозныйдан келді. Біз қазақпыз дейді ғой. Содан кейін жаңа қазақ пен орыстың қазағы кездесіп қалса, кім қазақ, нағыз қазақ? Сонда біздің қырғыз деп атын қойдық. Қырғыздың атын біз елендік. Қырғызға өзін қырғыз деген ат бермей, оларды Мұрут деген қара қырғыз деген ат берді. Өзі кейін Сәкен сол атымызды қайтаруға үлкен әрекет жасады. Содан кейін жаңағы біздің қазақ кеңселерінде қазақ тілі болу керек, қазақша бәрі болу керек деп, сол Сәкеннің арманы орындалып жатыр. Біздегі музейдің ең құнды жәдігері Тар жол тайғақ кешу мемуарлық романы. Бұл 1927 жылы араб әрпімен жазылып шыққан. Сіздер білесіздер, тарихтан осы роман арқылы көп дауға қалды кісінің басы. Сол дауды шешу үшін осы Сәкен музейінің қызметкерлері ұжымдық монография, текстологиялық талдау жазып шыққанбыз. 6 нұсқасын, мынау алдарыңызда тұрған 6 нұсқасын, орысша, латынша және тағы да қазақша шыққан 4 нұсқасын бәрін біріктіргенде текстологиялық талдаудың қорытындысы бойынша Сәкен Сейфуллиннің алғашқы шыққан нұсқасы түбегейлі өзгергендігіне біз көзіміз жетті. Бұл жерден біз Сәкен Сейфуллиннің кітаптарын көре аламыз. Бұл кітабы «Өткен күндер» атты 1914 жылы шығарылған өлеңдер жинағы. Мен сіздерге Сәкен Сейфуллиннің 1922 жылы шығарылған «Асау тұлпар» кітабы жайында айтқым келеді. «Асау тұлпар» кітабы 1922 жылы Орынборда 2000 данамен шыққан кітап. Бұл жерде 1914-1922 жылдары Ұшқын газеті, Еңбекшіл қазақ газетінде шыққан өлеңдері жиналған болатын. Ең алғашқы өлеңдері әрине табиғат, ауыл, достары жайлы болады. Кейінгі Сәкен Сейфуллиннің омбыдағы оқуына байланысты, көз қарастарының өзгеруіне байланысты өзінің ең алғашқы реализм бағытындағы өлеңдерін жазған болатын. Сәкен Сейфуллиннің жұмыс кабинеті, мынау жерде осы музейіміздің құнды экспонатының бірі машинка, баспа машинкасы Ундервунд маркалы немістің. Бұның тарихы бізге қалай жетті? Інісі Мәжит Сейфуллин өзінің үйінің жертөлесінде конфискация кезінде тығып қойған екен. Кейін осы музейге сол кісінің жұбайы Әмина әкеліп өткізеді. Мына жерде жұмыс столы, патефондары, мойнына тағатын шарфы, және ол кісі таяқ ұстаған, ол бірақ сәндік үшін. Мынау саквояж, сол кездегі өзінің жаңағы саяхаттаған кезде қолданған заты. Қандай киімдері суреттерін қарап отырсаңыз, бас киімі болсын, бір галстугы болсын, аяқ киім болсын, ең соңғы фирменный киім киетін. Қазақ сондай болу керек деген үлгі берген. 26 жылы Гүлбақрам Батырбек қызына жолығады. Гүлбақрам Қайып ақынның қарындасы. Қайып ақынмен Сәкен замандас, дос болған. Сол Қайып ақын өзінің қолжазбаларын Гүлбақрамға жібереді ғой. Мынаны қарындасым бастырсын деген. Сол кезде Сәкен көреді, ғашық болады. Кейін Гүлбақрамды Қызылордаға шақырады. Гүлбақрам Қызылордаға келеді. Екеуі сол Қызылордада шаңырақ көтереді 26 жылы. Сәкен Сейфуллиннің тұрмыстық бөлмесі ең құнды жәдігерлеріміздің бірі. Алдарыңызда картина Сәкеннің отбасы деп аталынады. Авторы Әмен Қайдаров, қазақтың тұңғыш мультипликаторы, Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген мультфильмнің авторы, Сәкен Сейфуллиннің шәкірті. Сәкен Сейфуллин өзі қаражат бөліп, сол кісіні шақыртып оқытқан екен. Мына жерде Сәкен Сейфуллин өзі, жұбайы Гүлбақрам, баласы Аян 98 жылы салынған екен. Келесі Сәкен Сейфуллиннің өзінің жаңағы еңбектерінде жазылып кетеді, және зерттеуші Тұрсынбек Кәкішұлының ескірмейтін естелік еңбегінде жазылған кереует
ең бірінші жанұя құрар алдында сатылынып алынған осы зат екен. Гүлбахрам Сафпарт школада оқып жүргенде хат жазады, ең алғашқы өзім зат сатып алдым деп осы затты өзі айтып кетеді екен. Келесі, мынау алдарыңыздағы жайылмай қалған ақ дастархан. Бұл өте тарихи зат. Сәкен қараш, мен Аянның жасқа толар тойына деп ақ дастархан сатып алдым. Қараш, қандай керемет. Шынында да қандай керемет дастархан. Гүлбахрам, осы ақ дастархан тек жақсылыққа ғана жайылсыншы. Сол дастархан кейін жайылмай қалады. Сәкен Сейфуллинді тұтқынға алып кетеді. Кейін 1957 жылы Сәкен Сейфуллинді ақтаған кезде барып, барлық жазушылар жиналған кезде осы ақ дастархан кейін жазылады. Үйіне жазып, дастархан жасап, үйіне шақырады екен. Алдарыңызда Гүлбахрамның тігін машинасы, көйлектер тігіп күн көрген ғой былай айтқанда. Сол арқылы Сәкен танушы Тұрсынбек Кәкішұлымен танысады. Яғни ол кісінің әйелі келіп, сол кісіге көйлекке тапсырыс береді екен. Солмен сөйлесу арқылы кейін Тұрсынбек Кәкішұлының қызығушылығы артып кетеді. Алғашқы мынау Алашорданың құрамына адамдар кіру керек болады. Соның адамына құрамына кіргізген Алихан, Ахмет Міржақыптар болды. Сол Ахметтер сол Сәкенді кіргізді. Сәкен алғашқы Алашорданың құрамында тұр. Бірақ сұрақ туады, неге ол кейін Алашордашыл болмады? Ол Алашорданың съезіне барайын деп тұрғанда, кәдімгі Аненков, Колчактың түрмесіне қамалды. Содан бұл кешегі байдың баласы өзгереді. Бұл кедейлердің өмірін көреді, түрменің жағдайын көреді. Содан басқаша ойлайды. Соның басқа революциялық идеялар пайда болады жаңағы. Сондықтан бұл кісі жаңағы Колчакпен, қазақтың Колчакпен ешқандай бір жол болмайтынын түсінеді. Бұл жағы Колчактың саясаты, кешегі патшаның саясаты. 18 жылы Аненковтың лагеріне тұтқынға түседі. Сол жерден қашып шығады. Күн сайын қар тазалап отырған екен. Сол қар тазалайтын арбаға Сәкенді жатқызып, үстінен мұздың кесектерін салып, алып шығады. Алып шығайын деп жатқанда мұз қозғалады. Мұз қозғалғанын күзетіп тұрған адам көріп қалып, қолындағы наган мылтығымен салып, түйреп жібереді. Жолдастары, оның ішінде Катченко деген жолдасы болған, Захар Катченко. Сол кісі айтады, мен Сәкен Сейфуллин өлді деп ойладым дейді сол кезде. Ол бірақ тірі қалып, одан кейін қоғамдық қызметке араласа бастайды. Сәкеннің бір қызығы, қазір 130 жылдық келді ғой, бір 20-25 жыл, 30 жыл көлемінде өзі Сәкеннің, мысалы, алғашқы 25-30 жылын алайық Сәкеннің өмірінен. Бұл азамат болып, қайраткер болып қалыптасқан, халқына қызметкен. Одан кейінгі 25-30 жылда алатын болсаңыз, Сәкеннің басына халық жауы деген жала жабылғаны, сталиндік жүйенің құрбаны болғаны, трагедиясы, сонымен бұл өзі бір 30 жылдай уақыт алған. Одан кейін Сәкен ақталады да 56 жылы. Мына Совет үкіметі келіп Сәкенді қайтадан өз биігіне, көтерді, жақсы дәріптелді. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін біз бір асығыс пікірлер көп айтылып кетті. Кешегі алаш азаматтарының, мысалы, қайраткерлері Совет үкіметінің сол жүйенің құрбаны болды ғой. Оларды кім ұртты? Оның басында кім тұрды дегенде Сейфуллин деген асығыс пікірлер болды. Бірақ кейін архивте, КГБ-ның архивінде отырған ғалымдардың бірнешеуінің айтқаны, Тұрсынбек Кәкішұлы болсын, Амантай Кәкен болсын, бір жерде Сәкеннің біреуді көрсеткен жайлы
арыз шағым жоқ. Ешкімді көрсетпеген. Соңғы сөзінде де ана НКВД өзі жазып халық жауы деген бірнеше адамды айтады ғой. Бұның барлығынан бас тартқан Сәкен. Одан кейін мынаны ескеру керек. Сәкенді сатты деген 23 адамның қолы бар. Өзімен қатар аталатын өн қайраткерлер. Бірақ сол Сәкенді ақтаған Крымцов деген майордың жазғандары бар. Сонда жаңағы Крымцовтың өзі таңғалады. Мына жазда атылып кеткен адамның қолы күзде қайдан тұрды? Бәленбайын шілдеде ұсталған қайраткердің. Бұның барлығын НКВД қолдан жасағанда, жаңағы өліп қалған адамның да қолын қоя берген. Яғни ол Сәкенді көрсетті деген 23 адамның өзі де ол жерде қол қоймаған болу керек. Сәкен Сейфуллин 1937 жылы ұсталған кезде, тұтқынға алған кезде, алдарыңызда сол тұтқындалған жөніндегі анкета, барлық заттары конфискеленеді. Сол конфискеде не болды, соның тізімі, оның ішінде Волга машинасы кетеді. Ол Волга машинасын бұл кісі бір сөйлемі дұрыс болмаған екен, негізі Сәкен Сейфуллинға берген кезде сыйладық демей, жаңа тұтынуға берілдік деп берілгендіктен оны үкімет алып, кейін Жамбыл Жабаевтың мерейтойына береді. Қазір ол Жамбыл Жабаевтың музейінде сақтаулы тұр. Анасының осы қатты жақсы көргендіктен ғой, анасының берген тәрбиесін қатты бағалағандықтан, анасын қатты кейін қиын қыстау кезде түрмеде, атаман Анниковтың азап вагонында жатқанда, түрмеде жатқанда, бәрін бірге отырған бірге жолдастар ешқандай сөйлемей, шешесін еске алып, көзінен кірпігінің арасынан жас тамшы-тамшы болып ағатын деп Амина апам да айтады. Қайтыс болғанда, Жамал апамыз қайтыс болғанда, 34 жыл қайтыс болған ғой, Сәкенді ұстағанға дейін қайтыс болған. Сол кезде 3 күн нәр татпай жатып алды дейді Жамал ана. 3 күн нәр татпай, ешкіммен сөйлеспей жатып алды дейді. Сол шешесіне де түрмеде жатып, шешесіне хат жолдаған, шешесін сағынған жөнінде. Анасына хат, анасының баласына хат деген өлеңдер бар. Сәкен Сейфуллин, ананың хаты. Байғұс ана хат жазыпты. Депті: балам, сағындым. Ұмыттың ғой сен бізді тіпті. Бір келмедің, не қылдың? Оқу іздеп кеткеннен, ауылға бір қайтпадың. Біз не көрдік жеткеннен, елге кеп уәз айтпадың. Балам едің емшек берген, түн ұйқымды 4 бөліп. Анан едім, жапа көрген, сені өсіру дерт бол. Жас күнімде көп ойлаушем, сені әлделеп тербетіп. Арманым жоқ деп ойлаушем, қалқам өсер ер жетіп. Болмай шықты ойлағаным, сен жігіт боп жеткен соң. Қалжырады, ойла жаным, сен алысқа кеткенсің. Талай жылап жүруші едім, сенің бала кезінде, неге екенін білуші едім, қалқа тайым өзінде. Алданышым қалқам едің, сонда менің қуатым, сен тұңғышым марқам едің, бар қайғымды жуадың. Сәкен Сейфуллиннің ең соңғы түрмедегі суреті. Өздеріңіз білесіздер, тарихтан Сәкен Сейфуллин 1938 жылы 25 ақпанда ату жазасына кесілді. Ол кісінің өмірі тек қана 20 минуттың ішінде шешілді. Негізі 2 баласы болған, Лаура атты. Ол бала Мәскеуде жүргенде, әйелі оқуда жүргенде, Мәскеуде қайтыс болған, өкпеден суық тиіп. Екінші баласы Аян. Сәкен Сейфуллин түрмеде болғанда, бір факт айтып кетейін, ең соңғы көрген кім? Гүлбахрам, әйелі Гүлбахрам келеді, сол кезде айтады: мен Сәкенді танымай қалдым дейді. Менің алдымда бір аруақ отырғандай болды дейді. Бір көзі ағып кеткен, тістерінен сау тіс жоқ. Әңгімелестік, енді кетіп баратқанда бұл неге Аянды сұрамады екен деп ойлап қалдым дейді. Қайттадан бұрылдым да, сен неге Аянды сұрамадың деп едім. Аян тірі ме деп айтты дейді. Мен Аянды түсімде көріп едім деді да, сосын ары қарай жалғастырмай қойған екен. Негізі бұл Аянның да қайтатынын біліп кеткен сияқты. Бұның ұстазы да идеалы Ахмет Байтұрсынов. Ол өзінің жасаған ісінде көрсетіп тұр. Сәкеннің соңғы атылған протоколында он ученик Байтұрсынова, он как же, это Байтұрсыновский волк дейді. Байтұрсыновтың бөрісі дейді жаңағы. Биыл қазақ халқының асыл перзенттерінің бірегейі Сәкен Сейфуллиннің туғанына 130 жыл толғалы отыр. Біздің мектебімізге де Сәкен Сейфуллиннің есімі 2020 жылы берілген болатын.
2020 жылдан бері Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығының зерттеу мақсатында Сәкен кабинеті ашылған болатын. Одан кейін әр аптаның бейсенбі күндері мектебімізде барлық оқушыларымызбен бірге Сәкеннің шығармашылығын зерттейміз, Сәкен өлеңдерін оқимыз, әндерін айтып, мектепте біршама іс-шараларды өткізіп отырамыз. Мектебімізде ақынның туған күніне орай Астана дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығымен бірдесіп, Ақиық ақын шығармаларына арналған 8-11 сынып арасында қалалық Сәкен оқулары байқауы өткізіліп келеді. Байқаудың мақсаты қазақ халқының әдеби мұраларын насихаттау және өскелең ұрпаққа классикалық әдебиетті дәріптеу. Бұл байқау арқылы жалпы білім беретін оқу орындары оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамдарын, тума, талант, табиғи дарындылықтарын анықтау. Сәкен Сейфуллин отарба. Белден асып, аттан басып, отарбада келеміз. Айтқан жерге, керек елге апарады сенеміз. Қысы өткен, қары кеткен, замандалмай жаз еді. Масай расып, кеуденін ашып, жұрттың көбі мәз еді. Алып бізді, тастап бізді, экспресс келді. Алып қашып, демін шашып, кейде бүлк-бүлк желеді. Әнекті ашып, көңіл тасып, терезеге төндім мен, жердің көркін, емін еркін, сонда отырып көрдім мен. Жазын демі, дертін емі, ыстық лебі тиген сон, көктен түсіп, жерді құшып, күйдіріп күн сүйген сон, ұшан теңіз, жердің теміз, тән балқып, иген сон, жерді көрдім, енді көрдім, жасыл киім киген сон. Сыр сандық. Досыңмын деп ат береді жем іздеген жаныма. Жем таусылса жалп береді сенерлік дос санама. Нағыз достар бірақ қалып шыңдап берік сүйіскен, бір-біріне сыр ақтарып, сыр түйінін түйіскен. Әр адамның ішкі сыры берік қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың доса ақтарған. Кейде шуға сол түкпірді іздейді жан жақынын, шертеді жан сырлы жырын, сырлас жанын шақырып. Тыныс керек кейде жанға ән керек. Күйшіртуге анда-санда сырлас-арлық жан керек. Ішкі сырды мысал етіп, біраз ғана жырлайын, суреттеуге тауға кетіп, суреттеп сырлайын. Сарыарқаның бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал, сыр тауып ал қымбаттым. Нуда бір шың тіп-тік сұңғақ бір биік, шын суретті бейне жұмбақ, тұрғандай көп сыр жиып. Қазақтың жалынды жазушысы, сыршыл ақыны, қоғам қайраткері, ұстаз Сәкен Сейфуллиннің 20 ғасырда жазған шығармалары күні бүгінге дейін өзектілігін, мән мағынасын жоғалтқан емес. Осы ретте ұлы тұлғаның есімі берілген білім ордасы 2 жыл бұрын сәкентану элективті курс бағдарламасын әзірлеп, Сейфуллин шығармашылығын терең зерттеп, насихаттауды қолға алған. Бұл бағдарлама Астана қаласының қалалық сараптама кеңесі отырысында қаралып, қалалық деңгейде таратылуға рұқсат берілген болатын. 2023 жылдың желтоқсан айынан бастап сәкентану элективті курсы республика көлемінде тарату үшін қазіргі кезде ұсынылып отыр. Ұлы тұлғаны ұлықтайтын іс-шаралар республика көлемінде өткізіліп жатыр. Солардың бірі Сәкен операсының алғашқы қарлығаштары атты кездесудің куәсі болдық. Опера авторлары мен орындаушыларына, жалпы Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығына деген қызығушылықты шараға қатысқан өскелең ұрпақтың әрқайсынан байқадым. Осы өрендердің жарқын болашағын армандап, сол жолда қыршыннан қиылды емес пе күрескер өмірі. Ол кісіге арнап опера жазған кезде өзімен тікелей сөйлескенде, өзімен тілдескенде, өзімен сұхбаттасқанда көз алдыма елестеді. Сәкенге арнау үлкен жауапкершілікті, үлкен еңбекті, уақытты талап ететін жұмыс. Сондықтан бұл операны жазар алдына міндетті түрде дайындық керек болды. Либретто жазған ақын драматург Қанат Жүнісов екеуміз операға дейін біраз жұмыс істеп, Сәкенді талдадық, тарихын зерттедік, өмірбаянын оқыдық. Сөйтіп, операға жазуға бел будық. Жалпы Сәкенге қызмет ету деген, ол бүкіл қазаққа қызмет ету деген сөз ғой. Кейде бізді зерттеушілер, осы мынау Алашорда, бұлар қарсы болды, аналар маған болды деп, біз оларға ондай баға бермеуіміз керек. Тарих береді оларға бағасын.
болсын.